Сәлеметсіздерме? Мен профессор доктор Бандираш Міс Факс Аполло ауруханасының аға кеңесші хирургы. Енді мен сіздерге қысқаша геморрой туралы айтып өтемін. Кәдімгі халық арасында бұл ауруды геморрой деп атайды. Көріп отырсыздар, әрбір адамда геморрой пайда болуы мүмкін. Себебі біз екі аяқпен жүретін жаратылыс иесіміз. Біз ауырлық күшіне қарсы тұрып тұрамыз. Ал піл, жылқы, сиыр сияқты жануарларда геморрой болмайды. Өйткені олар ауырлық күшіне қарсы емес, онымен бірге жүреді. Және тағы бір маңызды себеп іш қату. Ол да геморройға келеді. Сондықтан дәрет шығару кезінде қысым артса, анус соңындағы қан тамырлары, олар газ бен нәжістің айырмашылығын сезетін жүйкелерге толы ұлғайып, геморрой, яғни түйіндер пайда болады. Бізде әртүрлі дәрежелер бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дәреже. Бірінші дәрежеде түйіндер көзге көрінбейді, іште болады. Екінші дәрежеде науқас түйіннің шығып, қайта кіріп кететінін айтады. Үшінші дәрежеде түйін шығып қалады. Науқас оны қиындықпен қолымен қайта итеріп кіргізуге мәжбүр болады. Көбіне бізге екінші және үшінші дәрежедегі науқастар ғана келеді. Ал одан бұрын олар бұл туралы білмей жүре береді. Сондықтан геморройдың негізгі шағымдары қан кету, түйіннің шығуы, яғни анус сыртында тәрізді масса пайда болуы, кейде ауырсынумен де келеді. Себебі бұл геморройдың соңғы асқынуы, түйін жарылып, гематома дамиды. Оны перианальды гематома деп атайды, немесе түйіндер шығып, қысылып қалады. Оны тромбоздалған геморрой дейді. Осындай жағдайларда науқастар шұғыл түрде келеді. Сондықтан оларды ерте кезеңде емдеген дұрыс. Ерте кезеңде дәрі-дәрмектер мен іш әдеттерін өзгерту көмектеседі. Егер олай екінші, үшінші немесе төртінші сатыға өтсе, міндетті түрде хирургтың кеңесі қажет. Бізде емдеудің әртүрлі тәсілдері бар. Алдымен консервативті емді қолданамыз. Егер ол көмектеспесе, науқасқа ота жасауға кеңес береміз. Кез келген ота, мейлі ол жаңа болсын, ескі болсын, науқастың ішек әдеттері өзгеруі керек. Егер оларда іш қату болса, ота жасаса да, басқа ем қолданса да, бәрібір нәтиже болмайды. Сондықтан ең бастысы, науқасқа ішек жұмысын қалай реттеу керектігін үйрету. Енді қысқаша соңғы шыққан операциялар туралы айтып өтейін. Біріншісі, ашық ота. Оны Миллиган Морган әдісі деп атайды. Біз кесіп тігіп тастаймыз. Екіншіден, бізде одан да дамыған тәсілдер бар. Егер науқас ота жасағысы келмесе, біз консервативті, инвазивті емес немесе анестезиясыз, амбулаториялық жағдайда кейбір процедураларды жасаймыз. Бұл резеңке сақина салу немесе түйіндерге инфрақызыл коагуляция жасау. Не болмасамен жиі жасайтын склеротерапия, яғни түйіндерге склерозант енгізу болуы мүмкін. Бұл уақытша шара. Бұл тұрақты шешім емес, бірақ егер науқаста қан кету, ауырсыну немесе түйіннің сыртқа шығуы болса, осы әдістердің көмегімен бәрі басылады. Тұрақты шешім бұл ота. Соңғы шыққан операция степлермен жасалатын әдіс. Оны степлер геморроидектомиясы деп атайды. Біз дәл осыны жасап жүрміз. Тағы бір әдіс, халс қолдану, яғни геморройлық артерияны байлау жүйесі. Біз артерияны доплер арқылы анықтап, оны тігіп байлаймыз. Осылайша қоректендіруші тамыр жабылады. Қазір ең соңғы әдіс лазерлік геморроидопексия. Бұл өте тиімді. Сондықтан науқас соңғы екі әдіске келсек, яғни степлер, хал және біздің лазер. Бұл әдістердің артықшылығы науқас тезірек қалпына келеді және операциядан кейін қатты ауырсыну болмайды. Геморрой операциясынан кейін науқастардың ең көп уайымдайтыны, операциядан соң кем дегенде 2 апта бойы ауырсыну болады. Себебі жаралы аймақ бар. Жаралы аймақ жазылмайынша ауырсыну біртіндеп басылады. Ал осы соңғы әдістердің бәрі ауырсынуды азайтады. Сондықтан науқастар өзін жайлы сезінеді. Демек, бұл соңғысы. Сондықтан егер сіз көп талшықтарды жеп, шектеріңізді қалыпты ұстасаңыз және іш қатудан аулақ болсаңыз, қадалардан аулақ бола аласыз. Рахмет сізге.